Мәссаған, маған қараңыздар, бір видео 22 мың, бір видео 451 мың просмотр жинаған. Просмотр көп болу үшін не істеу керек? Ары ойланам, бері ойланам. Мен таптым не істеу керек екенін. Түнімен ойлана беріп, шашым осылай тұрып кетті ғой. Қазір мен бірінші заказымды жасап келейін, сосын кейін бір күшті, қызық видео салатын болам. Кеше бір комментарийде тағы біз білмейтін қандай қасиетіңіз бар дейді да. Менде қасиет деген жатыр ғой негізінде ше. Бірақтан оның бәрін көрсететін болсам, баяғыда звезда ауып кететін едім ғой. Бірақтан жүгенімді тартып тұратын, дыр-дыр деп тұратын күйеуім бар да. Осы TikTokқа, Instagramға, YouTubeға видеоларым салынбас бұрын проверкадан өтеді ғой. Бірінші күйеуіме жіберем видеоларды. Егер сол кісі одобрениесін берсе салуға, сонда ғана бар видеоларым салынады. Негізі Дубайда да қызық жағдайлар көп болған, оның барлығын бірақ сала алмадым, себебі салғызбады күйеуім. Үлкен бір сынақтан өтіп келдік, бірақтан әрбір істің қайыры бар демекші, қайырлы болсын деп, жылы жауып қоя салдық. Дубай демекші, бүгінгі заказ Дубай ресторанында болады. Арнұр деген кішкентай бүлдіршіннің бесік тойы, осы Дубай мейрамханасының егесінің тойы, немересінің. Достар, декабрь айына заказ қабылдауды бастадым. Жаңа жылдық кештер, туған күн, той, кез келген мерекеңізді әдемі етіп оформлениясын жасап береміз. Ал осылай оформление жасауды үйренгіңіз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыздар, мен жауап беремін. Қазір 23-ші потокқа тіркеу жүріп жатыр. 0-ден бастап табысқа шыққанға дейін кері байланыс болады. Курс соңында кәсіби аэродизайнер болып шығасыздар, электронный сертификат аласыздар. Ал бүгінгі фотозонамыз осылай болды. Сіздерге қалай, ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.